Ал енді соңғы бейне клибіміз сәке. Каспий тобы өзіміздің жақсы. Оққандар ма? Жолдастарымызға. Очаровательную девушку Лейли из города Актау поздравляет группа Каспий. Көргенде көзі қаталар, желменен шашы таралар. Назданат бикеш назданады ол, көріп тамсанат. Ереліп басқаны сұлу жайқалады ол, жүрегін салат. Сағағам лейли, сағындым лейли, ажарың күндей, ғашықпын лейли. Құмарым лейли, құмарым лейли, табылды саған, сыңарым лейли, сағынамын лейли, Әнші балапандар, тоқтат музыканы. Бар, кім күтеді ана клиенттер? Жұмыс істеңдер, давай. Болды ғой, шыма? Мінеке сәке, ал енді халық өз бағасын берген сіздің ойыңыз. Менің ойымша, бірінші орын. Егер мынау жақсы бейнеклипті тапсаңыз, мен су жаңа әнімді өзім сізге ұсынам, сіз енді Алтынай ханымға апарып беріңіз, соны айтып жүрсін. Ожа, өзің проблема ғой. Бірінші орынды Каспийге берейік. Бесеу жүр. Енді бірінші орын бесеу көп қой. Берейік, Каспий алсын бірінші орын. Сағағам лейли, сағындым лейли, ажарың күндей, ғашықпын лейли. Құмарым лейли, құмарым лейли, табылды саған, сыңарың лейли. Екінші орында анау Еркін Нұржановқа берейік. Сүрінген құлагерім, жылаған жаным қоса, алдыңда тұра берем, не керек бәрін жаса. Үшінші орын Ерболат Ағалы ғой. Біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, арландай біздің жігіттер. Мені. Біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Ал сәке, сізге көп рахмет. Айналайын Федоржан, халықтың пікірін көрейік. Егер халықтың пікірі сәкеңнің пікірімен сай келсе, онда мен су жаңа әнді сәкеңе ұсынам. Сонымен Айналайын Федор. Халықтың пікірі мынандай. Бірінші орын Каспий тобы, екінші орын Еркін Нұржанов, үшінші орын Ерболат Құдайбергенов. Федоржан, орын кішкене ауыстырыңызшы. Орын ауыстырыңызшы. Ертерек айтпайсыз ба? Бірінші орын Каспий тобы, екінші орын Ерболат Құдайбергенов, үшінші орын Еркін Нұржанов. Мінеке сәке, сәлек қалды. Біздің студиямыздың қонағы болған Сәбит Әбдіхалықов. Ал енді арнамыздан ауыспаңыздар, келесі жұлдызымызды қарсы алайық. Ал құрметті көрермен, бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары өнерде де өмірде де бірге жүрген жұлдызды жұптар Жазира мен Жанболат. Ажық кешіңіздер, Жанболат пен Жазира. Жәке. Жұлдызды жұптар Жанболат пен Жазира. Жәке, жайғасыңыздар. Тағы да Жанболат пен Жазира. Жәке, қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Жазира, қалайсыңдар? Қош келдіңіздер. Ал енді сіздер керемет жұлдызды жұпсыздар. Мен де енді соны өзім жалпы жеке әншімін. Енді бірдеңе жайлап сол істеп жүрміз ғой, Құдайға шүкір, иншалла. Мынау енді Жаке өзің гитарамен ән саласың. Мен де сол гитарамен ән салам.
Мынау енді сендер керемет әнші болсаңдар, мен де керемет әншімін. Сендерде де мынау әке туралы ән бар. Иншалла менде де әке туралы ән бар. Мынау жалпы Жазира өзімнің қарындасым, Шымкенттің Арыс деген жерінен. Мен де сол Шымкенттің Арыстанымын. Арыс деген жеріненмін енді. Ал енді Жәке, бірінші сұрағым, мынау әнші болмағанда кім болар едің? Жәке, әнші болмағанда кім болар едің? Әнші болмағанда дейсің ба? Негізінде мен әнші болмағанда Аяз ата болар едім. Неге, Жәке? Негізінде Аяз ата болсаң рахат қой. Бір күн жұмыс істейсің де жыл бойы демаласың. Рахат емес. Айлын, Жазира, сіз кім болар едіңіз? Мен енді Снегурочка болар едім, Ақшақар. Сізде бір күн жұмыс істеп бір жыл демалайын дейсіз ғой? Жоқ, просто Снегурочкалар вообще қартаймайды ғой. Жазира, мынау енді жалпы шымкенттіктер қартаймайды ғой негізі. Менің жан жолдасым Жанатбек білесіз ғой. Сол Жетісайдан ар жағында. Ол да қартаймайды деп ойлаймын. Жалпы енді екеуіңіз де өнер адамысыздар. Сондықтан мынау иншалла қазір керемет бір өнерлеріңізді көрсетсеңіздер осы студияда. Егер жақсы бір өнерлеріңізді көрсетіп жатсаңыздар, біздің арнамыздың керемет бір сыйлығы бар. Сол сыйлықты сіздерге табыс етеміз. Жақсы бір өнерлеріңізді тартып өтсеңіздер. Нұрлан, біздің Жазира үйде пародия жасайды. Пародия жасайды. Бәрекелді. Жазира, айналайын, қарындасым. Сыйлық аламын, сыйлық. Жарайды. Негізінде Жазира Мюзикола деген дуэт бар ғой, әнші. Мюзикола. Соны жасайды. Карин Абдуллин. Бәрекелді. Ал көрейік. Енді. Ай, бөпем кейін қалған елімді көрер мекем ай. Жұлдызды жұптар Жанболат пен Жазира. Жәке, жайғасыңыздар. Мынау енді керемет болды. Менің қарындасымнан бұндай өнер шығады деп ойламадым. Мен керемет. Жалпы мынау шымкенттіктерден өнер деген төгіліп жатыр ғой жалпы. Жалпы ағылып төгіліп жатыр өнер деген. Мен де пародия жасаймын жалпы. Жақсы бар. Керемет пародия жасап көрейін. Енді Еркін Нұржанов деген әнші бауырларыңыз бар ғой. Сол жігіттің пародия жасап көрейін. Сүрінген құлагерім, жылаған жаным қоса, алдыңда тұра берем, не керек бәрін жаса, жанымды қашқан жігер. Жанболат, жаңа сыйлық деді ма, бірдеңе деді ғой? Айтпақшы, жаңа сыйлық. Сыйлық, оны ұмытпаймын, Жәке, айналайын. Ал енді біздің Федоржан әрдайым өзі ештеңені ұмытпайды. Жаңа бір сыйлығымызды берсең. Ал енді Жәке, біздің арнамыздан сіздердің өнерлеріңізге құрметіне, сол өнердің құрметіне керемет сыйлығымыз. Ал Жәке, алыңыздар. Қандай күшті, бұл не? Жазира, бұл не емес, бұл менің жан жолдасым Жанатбектің суреті ғой сіздерге сыйлығым. Ал көп рахмет сіздерге. Біздің студиямыздың қонағы болған Жанболат пен Жазира. Мінеке, құрметті көрермен, біздің студиямызда бүткіл әлем танитын актер, керемет актер, менің жан досым Джим Керри. О, Жәке. Ассалаумағалейкум. Джим Керри. Жәке, жайғасыңыз. Жәке, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Үй іші, бала-шаға, бәрі аман есен ғой, жалпы. Бала-шаға, үй, әйеліңіз, келіншегіңіз бәрі. Арнольд Шварценеггер, Ван Дам, Анджелина Джоли, Брэд Питт, қалай жүрме бәрі? Өз көрінбей кетті ғой, кейін кезде. Көрінбей жүр ғой. Жәке? Нұрлан аға. Ау, Федоржан. Оларды қайдан танисыз? Иншалла, Құдайға шүкір, көріп жүрміз ғой енді, телевизордан. Ал енді, Құдайға шүкір, Жәке, мынау енді өзіңіз әлемдік жұлдызсыз, мен де сол әлемдік жұлдыз болсам деген арманым бар, бірақ енді бұлайда жұлдызбен жүздесудің арқасында. Иншалла, бірақ сонда да енді жарайтын қойыр. Сізді естіп жатырмыз, Жәке, Американың Техас деген жерінен деп. Мен де сол Қазақстанның Техас деген жерін, Шымкент деген жерінен
сол өзімізде сол Техастанбыз. Жалпы мынау Шымкент туралы білетін шығарсыз, Жәке? Oh yes. Okay. Шымкент жалпы өзіңіз біледі екенсіз, бірақ мынау Шымкент жайлы көп білмесеңіз, сол Шымкентке сізді апарайын, көрсетейін Шымкентті, аралатайын. Мынау менің жан жолдасым Жанатбек ар жағында Жетісайдан мақтасы көп жүр. Сол мына Жанатбектің алдына бір демалып қайтпаңыз ба, Жәке? Oh no. 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 Жарайды. Енді Шымкент десе бәрі шошып жатады енді. Сол Шымкенттен бізде иншалла Құдайға шүкір шыққанбыз жалпы Шымкенттен. Oh no. Oh no. Жәке, ал енді біз керемет сізге әлемдік киноларды қойып береміз қазір. Халық өз бағасын бұл киноларға берген. Ал енді сіздің көзқарасыңызбен көрейік. Сонымен бірінші кино. Экранға назар аударыңыз, Жәке. Бірінші киномыз қазақтың эпосынан Батыр Баян киносы. Мен сені сүйем, Ноян. Мен де сені сүйем, жаным. Ендеше менімен бірге жүрші, Ноян. Жоқ, мен бара алмаймын. Мен қазақпын ғой. Амал қанша, Ноян. Махаббат үшін жоңғар боласың. Жоқ, менің ағам Батыр Баян естісе, бұған көнбейді. Ноян, махаббат үшін. Жарайды. Махаббат үшін жан пида, жаным. Жүр, кеттік. Ноян! 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 Бауырым, Ноян! Ноян! Жоқ, Ноян! Не істеп жатсың? Қашпа, Ноян! 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 Олай істеме, Ноян! Жоқ, аға. Мені кешір, аға. Жоқ, Ноян. Жаным, жүр. Кешір, аға. Мен кеттім. Ноян! 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 Өлмеш, Ноян! Өлмеш, Ноян! Біз әлі бақытты боламыз. Астанамыз Астанада болады, Ноян! Астана керемет қала болады, әлі, Ноян! Қой жейсің, Ноян! 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 Астана әдемі қала болады. Ортасында бәйтерек деген болады әдемі. Ол не аға? Білмеймін, бір чуба-чуп сияқтынандай болады. Ноян! 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 Ноян!